Сәлем оқырман. Шахкерімнің жобадан кетуіне нақты не себеп болды? Бұл сұрақты қойып жатқандар көп. Өзі 8 жыл бойы жанын салып еңбек еткен жобадан аяқ астынан кетуі кездейсоқ шешім емес. Бұл жай ғана өзімен өзі кетті дейтін жағдайға ұқсамайды. Соңғы уақыттары жоба ішінде бірінен соң бірі редакторлар да түрлі себептермен шығып қалды. Бұл жайттар назардан тыс қалмады. Шахкерімнің де осындай оқиғалардан кейін жобадан кетуі ойландырмай қоймайды. Иә, көпшілік байқағандай, соңғы уақытта Шах пен Камиланың арасындағы арақатынас өзгергені байқалады. Бұрын екеуі жақын араласып, жобада да, жеке өмірде де бір-бірін қолдап жүрген сияқты еді. Алайда бүгінде әлеуметтік желіден де, өмірден де алыстап кеткені көрініп тұр. Камиланың Шахпен түскен фотоларын өшіріп, бір-біріне жазылмағаны да көп сұрақ тудырып жатыр. Бұл жай ғана әлеуметтік желідегі өзгеріс емес, ішкі келіспеушіліктің, пікір қайшылығының белгісі болуы да мүмкін. Жоба ішінде орын үшін күрес, кей адамдардың ықпалы, шынайы достықты көлеңкеде қалдырып жатқаны өкінішті. Әркім өз жолымен жүріп жатқан шығар, бірақ сырттай бақылап отырған жанкүйерлер үшін бұл бәрібір ауыр көрініс. Шах пен Камила туралы түрлі пікірлер айтылып жатыр. Бірі шындыққа жақын, бірі жай ғана жорамал. Уақыт өте келе бәрі анықталар. Бірақ бір нәрсе анық, халықтың көз алдында жүрген тұлғалар үшін әр әрекет маңызды. Сыйластық пен адалдық ешқашан сәннен шықпауы керек. Кез келген жағдайдың екі жағы болады. Бәріміз сырттан қарап өзімізше тұжырым жасаймыз, бірақ ішкі шындықты тек сол оқиғаның ішінде болған адамдар ғана нақты біледі. Камила жайлы не айтылса да эмоциямен, ашумен емес, сабырмен қарау керек. Бүгін эфирде көз жасын көрсетсе, ол сезімнің шынайылығы болуы да мүмкін. Әр адам әр жағдайға әртүрлі реакция білдіреді. Шах пен арадағы қарым-қатынас, отписка, фотоларды өшіру, бұл да ішкі жараның белгісі шығар. Біз бәрін сырттай бағалаймыз. Бірақ біреуді актриса Наглая деп атамас бұрын, өзіміздің сөзімізге де жауапкершілікпен қарағанымыз жөн. Ертең жағдай басқаша ашылса, ұят болмай ма? Ақиқат уақыттың еншісінде. Бұған дейінгі видеоларымда да айтқан болатынмын. Бұл жағдайға белгілі бір редактордың тікелей қатысы бар. Бұл жайында Құндыз да тікелей эфирлерінде ашық айтып жүр. Демек, бұл жай ғана ішкі командадағы ретсіздік емес, әлдекімдердің ықпалы, ықтимал қысымда болуы мүмкін. Мүмкін Шахкерімнің Қытайға жасап жүрген бизнес сапарлары жобадан тыс істері кейбіреулерге ұнамаған болар. Соңғы кезде жиі сапарда жүргені де байқалды. Бірақ оның өзі де бұл жайында шындықты ашып, бейнебаян жүктеп, бәрін өз аузымен баяндаған еді. Шындық бәрібір жарыққа шығады. Уақыт бәрін орнына қояды. Ал Шахкерімнің өзі нағыз шындықты, өзі бейнебаян жүктеп жазған болатын. Көрейік, негізі жоба жұмыстарынан 2 ай бұрын алшақтаған едім. Бүгін бұл шешімді ресми түрде жариялап отырмын. Егер жобаның ғұмырын адам өміріне ұқсатсақ, оны өмірге әкелдік, өсірдік, аяққа тұрғыздық. Осы кезеңдердің барлығында да басы-қасында болдым. Ендігі кезеңдер менсіз жалғасады. Жаңа жолда сәттілік тілеп, жылы лебіздеріңізді арнауларыңызды сұраймын.